Армысыз көрермен, назарларыңызда Ақтау Ньюс жаңалықтар топтамасы, онымен таныстыратын Еркебұлан Ибрахим. Алдымен әріптестерін дайындаған ақпараттардың аңдатпасын көрейік. Қазақстан Республикасының үкіметі отставкаға кетті. Маңғыстаулық халық қалаулылары парламент мәжілісінде өз жұмыстарын бастады. Шомылдыру рәсімі мерекесі күні суға түсу шарасының өткізілуіне шектеу қойылады. Кәсіп пе, әлде қылмыс па? Қасқырды азаптап өлтіріп, терісінен кілемше жасаған ер адамның ісі жұрттың жағасын ұстатты. Қаламызда тағы бір заманауи спорт кешені ашылып, пайдалануға берілді. Қазақстан Республикасының үкіметі отставкаға кетті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы үкіметінің өкілеттігін тоқтатуға байланысты қаулыға қол қойды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев парламент палаталарының бірлескен отырысын аша отырып, жаңа депутаттар бұрынғы әріптестерінен қалмай жемісті жұмыс істеуі тиіс екенін атап өтті. 10 қаңтарда өткен сайлау күні мемлекет басшысы үкімет заңнама бойынша отставкаға кететінін мәлімдеген еді. Қазақстан Республикасы Конституциясының 70-ші бабына сәйкес үкімет жаңадан сайланған республика мәжілісінің алдында өз өкілеттігін доғарады. Қазақстан Республикасы үкіметі жаңа құрам бекітілгенге дейін өз міндеттерін атқаратын болады. Кешегі өткен сайлауда ел сеніміне ие болған маңғыстаулық халық қалаулылары Самат Мұсабаев пен Еділ Жаңбыршин парламент мәжілісіндегі жұмыстарын бастап кетті. Екеуі де өңірімізге танымал тұлғалар. Самат Мұсабаев табысты бизнесмен және белсенді азаматтық ұстанымы бар тұлға ретінде өңірге белгілі азаматтардың бірі. Сондай-ақ Самат Мұсабаев құрылысшы бола отырып, тұрғындарды қолжетімді бағамен жайлы тұрғын үймен қамтамасыз етуді ұдайы қолдап отырды. Қайырымдылықта белсенді болды. Еділ Жаңбыршин тұрғындардың құрметіне ие болған Ақтау қаласының бұрынғы әкімі ретінде танымал. Пандемияның алғашқы толқыны кезінде халыққа көмек штабын басқарып, мұқтаждарды індетпен күресу үшін барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етті. Құрметті маңғыстаулықтар, бүгін орталық сайлау комиссиясында мандатымызды алып, депутаттық статусымыз бекітілді. Ертең ресми түрде жұмысымызды бастаймыз. Біздерге қолдау білдіріп, сайлауда дауыс берген маңғыстаулықтарға, партияластарымызға үлкен алғысымызды айтамыз. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасы тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституция мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Набиев Акел Гусейнович. Хабарым жалғастырамыз. Бүгін Маңғыстау облыстық мәслихатының 7-ші шақырылым депутаттары алғашқы сессияда бас қосты. Өңірден сайланған 32 азаматқа мандат беріліп, төсбелгілер тағылды. Толығырақ әріптесім Қаламқас Аманқосованың бейнематериалында. Жиында алдағы уақытта облыстық мәслихат депутаттарының жұмыс жасау бағыттары айқындалды. Ашық дауыс беру арқылы мәслихат хатшысы болып Нури Тумышев қайта сайланды. Тұрақты комиссиялардың төрағалары мен мүшелері бекітілді. Сондай-ақ өңірдің дамуы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бағдарлама таныстырылды. Су жаңа депутаттарды облыс әкімі Серікбай Тұрымов құттықтап, қойын қолтық жұмыс жасауға шақырды. Жаңа ғана біз сіздердің алдарыңызда өңірдің дамуы жөнінде жоспарды айтып өтті менің әріптесім. Енді бұл жоспар өздеріңізбен бірге бұдан да бұрын талқыланды. Біз алда да жаңа айтып өткендей біздің басқа да партияның осы жерде өкілдерімен бірлесе отырып бұл өңірдің дамуы жөнінде бағдарламаны әлде де талқылаймыз, өздеріңізбен толықтырамыз. Бұған енді алдымызда бір айдай уақытымыз бар. Сол бағдарламаны бекітіп алып, сол бағдарламамен өздеріңізбен бірге өңірдің дамуына, ел халықтың ұсыныс пікірлерін уақытында іске асыруға бірлесіп мен жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Зина Орысбайқызы білім саласында ұзақ жылдар бойы еңбек етіп келе жатқан білікті маман, білгір басшы. Алғаш рет сайлауға түсіп, депутат атанған ол сайлауалды бағдарламасында өңірімізде сапалы білім беретін заманауи талаптарға сай мектептердің ашылуы мен озық білім беруде материалдық қордың маңыздылығына басымдық берді. Биылғы сайлау бұрынғы сайлауға қарағанда ерекше сайлау болды. Сондықтан мен осы сайлауға өзімнің кандидаттыққа ұсынылғандығыма өте қуанышты болдым. Себебі мен бұл саясатта бірінші рет осындай сатыға қол жеткіздім. Қолдаушыларымның арқасында осындай мақсатқа жеттім. Болашақта халық игілігі үшін өзіміздің Нұр Отан партиясының бағдарламасы бойынша жұмыс жасауға дайынмын. Өзімнің сайлауалды бағдарламамда көрсеткенде ел игілігі үшін жұмыс жасауға кірісемін.
Соңғы өзгерістерге байланысты әрбір мәслихаттық корпустың 20% 35 жасқа дейінгі жастар болу керек деген талап қойылғаны белгілі. Бұл өзгеріс біздің облысымызды да қамтыды. Мәслихат 4 жас депутатпен толықты. Осының алдында Нұр Отан партиясы атынан партияшылық праймериз етіп Қарағанды ауданының атынан түсіп, ауданнан 2-ші орынды алдым парламент мәжілісінен кейін. Енді осы партиялық тізім бойынша облыстық мәслихатқа ең жас мәслихат депутаты ретінде тіркелдім. Қарағанды ауданының атынан түскеннен кейін бізде облыстық мәслихатта бір ғана орын, бір депутат сайланады. Біздің негізгі мәселемнің барлығы осы ауданға тікелей байланысты, ауданды дамыту, ауданның экономикалық дамуы, оның ішіне сонымен қоса жастардың атынан түскеннен жастардың мәселесін де кіргізіп, енгізіп жасадық. Жаңа құрам шамамен 80%-ға жаңарған. Нұр Отан партиясынан 26 депутат, Ақ Жол партиясынан 3, Ауыл партиясынан 3 депутат сайланған. Олардың 21-і ер адам болса, 11-і әйел адам. Қаламқас Аманқосова, Мұқағали Нұрдаулет, Бекарыс Сағындықов, Ақтау Ньюс. Маңғыстауда шомылдыру рәсімі мерекесі күні діни жоралғыларды орындау үшін теңіз жағасында жаппай суға түсу рәсімінің өткізілуіне шектеу қойылды. Аймақтағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты Маңғыстау облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес Маңғыстау облыстық дін істер басқармасының басшысы діни бірлестіктерді және облыс тұрғындарын күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді сақтауды және өмірімізге қауіпті індеттен сақтануға шақырады. Қазақстандағы жануарларды азаптаған кезекті жанжал әлеуметтік желіде Алматы облысының Талғар қаласында ер адамның қасқырларды өлтіріп, терісінен тұлып жасаған туралы бейнежазба тарап, қызу талқыға түсіп жатыр. Оған бақ өкілдері мен еріктілер қарсылық білдіріп, әлгі адаммен байланысуға шыққанмен еш нәтиже бермеген. Құқық қорғау органында тексеру жұмыстарын жүргізуге қауқарсыз болып отыр. Себебі қолдарында еш дәлел жоқ екенін айтады. Әріптесім Жаслан Мұқан сөйлесін. Желде тараған мәселеге бақ өкілдері де бейжай қарамай араласып кетті. Олар еріктілермен бірге қасқырларды азаптап өлтірген адамнан түсініктеме алғылары келгенімен кездесу нәтиже бермеді. Ер адам өзін сүттен ақ судан тазамын дегеннен басқа мардымды жауап айтпады. Я нормальная, вы? В чем жестокость? Ну, в том, что у вас как волк содержался для начала. Люди стреляют по лицензиям, привозят к нам, мы дальше обрабатываем. В чем жестокость? Да нет, ни в чем, конечно. Ну, то есть, если вы считаете, что это... Владимир, скажите тогда нам спокойно, если у вас все разрешение есть. Конечно. Скажите спокойно, дайте интервью нам тогда официально. Вот, что это было в камерах? Мы видели, что у вас там еще живой волк был, и он в таких условиях содержался, там в фекалиях он там жил. Нет, он... Весь такой еще зашуганный, весь стресс. Ну это же волк уже, он не зашуганный, это нормальное состояние волка. Бұл жағдайда құқық қорғаушыларда дәрменсіз болып қалды. Себебі бұл біреудің жеке үйі, ауласына кіре алмаймыз. Іс қозғауға ешқандай дәлеліміз жоқ деп ат-тонын ала қашты. Это не частная собственность. Значит, мы можем, имеем право зайти. Пожалуйста, камеру оставьте вместе. Документы покажите на этого, что это дом. Есть, имеется у него. Он сейчас нам показал. Ну покажите камеру, покажите. Что? Он же мне не показывает. Біз өз кезегімізде маңғыстаулық белгілі экологтармен және табиғатты қорғаушылармен байланысқа шықтық. Оларда қасқырды азаптауға қарсылықтарын білдірді. Егер фотодағы қасқырдың жағдайын негізге алсақ, әрине бұл жерде жануарларды қатыгездікпен қарау деген факты көрініп тұр, айқын. Яғни бұл әкімшілік жазаға тартылуы мүмкін, бұндай заң бұзушылық жіберген тұлға, немесе қылмыстық жазаға тартылуы мүмкін. Егер бұл жануар тек қана бір жануар және ол әлі өлмеген болса, онда мен ойлаймын әкімшілік жауапкершілікке тартылады деп. Ал егер әлеуметтік желіде жазып жатқандай расталса, яғни конвейерге қойылып, бұны үлкен бір бизнеске айналдырған болса, бірнеше қасқырлар бір уақытта осындай қатыгездікпен қаралатын болып, және оларды терісін сатып, сөйтіп пайда тауып жүрген болса, бұнда бұл қылмыстық жазаға тартылады деп ойлаймын. Яғни көп мөлшердегі зиян келтірілген болады, болып есептеледі.
Журналистер мен еріктілер жануарларды құтқаруға дайын екендіктерін білдірді. Еріктілер тіпті сол жерден бір қасқырды сатып алды. Қазір жыртқыш қауіпсіз жерде. Алматы хайуанаттар бағы түс тағысын өзіне қабылдаған жоқ. Қамқорлықтарына алмаудың себебін де айтпаған. Айта кету керек, жабайы саудада қасқырдың терісінен жасалған кілемшелердің бәсі 150 мың теңге. Ал бір төсенішті жасау үшін 6 қасқырдың терісі керек. Осы күнге дейін қаншама түс тағысы еденге төсейтін кілемшенің құрбаны болды. Өзіңіз есептей беріңіз. Жасұлан Бигар Сағындықов, Ақтау Ньюс. Бұқаралық спорттың өрісін кеңейтуге жасалған қадам. Қаламызда тағы бір заманауи спорт кешені ашылып, пайдалануға берілді. Жаңа кешен Сұңқар деп аталады. Онда ауысыммен 300 бала спорттың 4 түрімен тұрақты айналысалады. Сондай-ақ 7 жастан 18 жасқа дейінгі жеткіншектердің спортпен айналысуы тегін. Толығырақ келесі бейне көрсетілімде. Мемлекет басшысының дене шынықтыру және бұқаралық спорттың қолжетімділігін арттыру бойынша тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында ашылған спорт кешені толықтай заман талабына сай жасақталған. Заманауи құрылғылармен жабдықталған орталықты жеке кәсіпкер өз қаржысына салған. Ақтау қаласында жаңа жылдың басында осындай салауатты өмір салтын насихаттайтын нысанның ашылғанына баршаңызға құтты болсын айтқым келеді. Енді жаңа сөздің басында айтып жатқандай, біздің қоғамда осындай нысандар көп болса, спортты, өнерді, білімді насихаттайтын азаматтар осындай салаға көңіл бөлсе, біздің жастарымызда болашағымызда мықты болатынына мен сенімдімін. Сондықтан да бүгінгі тұсау кесілгелі отырған нысанның аты өзіне сай болсын. Кешенді 3-ші шағын ауданнан ашудағы мақсат төменгі шағын аудан балаларының спортпен шұғылдануына мүмкіндік жасау. Өйткені аталған аудандарда спорт кешендері санаулы. Оның өзі балаларға аздық етеді. Сондықтан да жаңа залға осы шағын аудан таңдалған. Біздер 6 жастан бастап балаларды қабылдаймыз. Таңертеңгі сағат 8-ден кешкі 6-ға дейін бізде ақысыз. Былай айтқанда ештеңе төлемсіз. Кешкі 6-тан кейін ересектерге ақылы болады. Бұның себебі бұл жекеменшік спорт мектеп. Алдағы уақытта балдар жақсы дәреже көрсететін болса, біздерде облыстық, республикалық дәрежеде жарыстарға апаруға бізде мүмкіндігіміз бар. Спорт кешенінде балалар мен жасөспірімдер самбо, жауынгерлік самбо, таэквондо мен жекпе-жек спортымен айналыса алады. Бұрын бұл жеткіншектер жертөледе жаттығып келген. Жас спортшылардың санының күн сайын артуына байланысты алдағы уақытта кешенді кеңейту жоспарланып отыр. Под моим руководством сейчас более 20 человек. Қазір 20-ға жуық спортшы жаттығып жатыр. Елдегі жағдайға байланысты балалар жарысқа шығып жатырған жоқ. Наурыз айынан бастап Қазақстан чемпионатына дайындықты бастайтын боламыз. Жаңадан ашылған спорттық нысан жас чемпиондарды тәрбиелеуге сеп болмақ. Қала тұрғындарының салауатты өмір салтын сақтап, спорт түрлерімен айналысуына мүмкіндік беретін кешен халықтың спортқа деген қызығушылығын одан әрі арттыратыны сөзсіз. Дәметкен Саматқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс. Бүгінгі редакциямыздың журналистер жинаған жаңалықтар топтамасы осылай болды. Ақтау телеарнасы ең өзекті де қызықты ақпараттармен бөлісуге әзір. Егер өз тарапыңыздан қандай да бір маңызды мәліметпен бөлісіп, бізге ақпарат жолдаймын десеңіздер, төмендегі байланыс нөмірлеріне хабарласыңыздар. Эфирде келесі